Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі сабақта біз трек-кодты сайт отслеживаниеге тіркейтін боламыз. Менің каналыма тіркеп, подписка жасап қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен осы Pinduoduo сайтының басқа да мәліметтермен бөлісетін боламын. Қазір мен личный кабинетте тұрмын. Сіздерге ашылып тұрған страница бұл личный кабинет. Мына сағат тұрған бөлімнен грузовикке өткен товарды алып, яғни осы мысалға мен детский тапочкаға кірем. Осы тапочканың үстінде грузовикпен берілген жасыл иероглифтер тұр. Соның үстін басып, мына жерде 777-ден басталып аяғы 165-ден бітетін сан, яғни бұл осы аяқ киімнің трек коды. Осыны копировать етем, яғни қасындағы иероглиф бұл копировать ететін сөз. Қарап тұрсаңыздар, мен копировать еттім. Енді мен осыны сайт отслежкаға кіріп тіркеймін. Добавить дегенді басып, мына жерге введите трек-кодқа мен бағанағы трек-кодты вставить етіп қоям. Астына жазам, яғни детский тапочка деп. Қарасаңыздар, трек-код успешно добавлен деп тұр. Осылай тіркей бересіздер трек-кодты. Сіздерге плюс тағы да бір информациямен бөлісейін. Мынау ашылып тұрған экран бұл личный кабинет деп айталады, иә? Мен осы бөлімдегі біз заказ бергенде мына жоғарыда тұрған заказымыз 5 бөлімнен өтеді. Бірінші бөлім, яғни кошелек бөлімі. Мен если осы жерден товарды алатын болсам, мына қызыл кнопканы басып, және де мен Каспий картамды осы қызыл птичкамен тұрған жүрекше тұр. Сода птичка тұр, иә? Яғни осы Каспий картамен кететін оплата төлемі. Қарап тұрсаңыздар, маған осындай бет ашылды. Енді мен мына жерге өзімнің Каспий картама қойған паролімді жазып, дальше өзімнің Каспий картамның артындағы 3 цифр тұрады. Соны басып, мен оплата төлеймін. Маған мен мысал ретінде түсіндіріп жатырмын. Если мен бұл өгейді алмайтын болсам, мынау ақ иероглифті басып, ең соңындағы иероглифті басып, мен осы товарды өшірем. Мен енді қайтадан кошелек бөліміне өтейін. Бағанағы товар бізде өшірілді, уже жоқ. Енді мен екінші тағы плюс информация, корзина бөліміне кірем. Мына жерде мен товарды алатын болсам, менға птичка қоям, және астындағы қызыл кнопканы басып, мені осы аяқ киімді сатып алуым керек. Тағы да қызыл кнопканы басу арқылы мен өзімді Каспий картам паролін тіркеймін. Маған бұл аяқ киім керек емес, тек мысал үшін. Мен шығамын. Осы аяқ киімді өшіру үшін мен мына қызыл батырманы басам. Пока бұл маған аяқ киім керек, мен сізге басқа аяқ киім көрсетейін. Мысалы, мынау тапочканы алайын, жасыл. Осыны солға қарай жылжытып, мына қызыл батырманы басып, өшірем. Экранда қарап тұрсаңыздар, бағанағы тапочка өшірілді. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Назарларыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.